Жақын арада мен Қазақстанның сапа және инновациялық ұйымының атынан Азияның 22-ші сапа конгресіне қатысып келдім. Әрине, бұлындай конгрестер жыл сайын өтеді. Жылда әр мемлекетте ұйымдастырылады. Оны енді айта кету керек. Жылда өтетін конференция бір-бірін ұқсамайды. Себебі дүние жүзіндегі үлкен саяси, экономикалық, тағы әртүрлі өзгерістер болып атқан кезде ешқандай өзгеріссіз болуы мүмкін емес. Сондықтан конгрестің тақырыптары да олардың программасына қосылған баяндамалардың да тақырыптары сол кезге байланысты болады. Сондықтан мен айта кететін болсам, екі түрлі әсер алып келдім мен. Біріншіден, енді мына 30 жыл осы сапа мәселесіне көңіл бөліп, осымен айналысып жүрмін ғой мен. Сондықтан әрине айта келетінім, жылдан жылға мына Азия континентінде сапа менеджментіне көңіл көбірек бөлініп отыр. Оның себебі, мысалы, Азияның мемлекеттері экономикасының дамуына көп көңіл бөліп отыр. Енді неше түрлі дағдарыс болып отыр. Оның бәрі ұлттық экономикаға әсер етеді. Сондықтан әр мемлекеттің үкіметтері өздерінің саясаттарын, стратегиясын соған бағыттайды. Сол себептен әрине сапа мәселесі сол экономикалық дамуда маңызды рөл ойнайды деп ойлаймын мен. Ал енді қалай деп оны мысалы әсер болған кезде қарап көрсеңіз, мысалы Қытай Халық Республикасының, Оңтүстік Кореяның, Жапонияның, Сингапур, Индия, Таиланд атты мемлекеттердің делегациялары жылдан жылға белсенді қатысуда. Олардың арасында ғалымдар болса, инженерлер, мамандар, жас зерттеушілер болып жатыр. Сондықтан барған кезде айта кететінім, сол экономикасы дамыған мемлекеттердің өкілдері мен экономикасы дамып келе жатқан мемлекеттің өкілдері бір-бірімен тең қарым-қатынас жасап жатқанын көресіз. Қызығумен қарайды. Мысалы, үлкен ғалымдар Жапонияның, мысалы, Қытайдың ғалымдары мына жоғарыдан қарап өзінің әріптестеріне тұрғанын көрмейсіз. Бәрі тең қызығумен ақпарат бөлісіп, бір-бірінің сұрақтарына жауап беріп, сөйтіп жатады. Ол да қызық. Сосын үлкен атағы шыққан ғалымдар мен жастар бірдей бір жерде отырып, бір секцияда отырып, бір тақырыпқа байланысты баяндамаларды тыңдап, бірімен бірі талқылайды. Оның өзді қарасаңыз демократия. Бізде кейде қарап көрсеңіз, ана атақты ғалымның жанына әр біздің жас студент, мысалы, аспирант жете алмайды. Ол кісінің жаңағы тұрған тұрысынан өзі жасқанады. Мына кісінің жанына баруға бола ма, сұрақ қоюға болмай ма деп. Ол жерде ондай жоқ. Келіп визиткасын алып, ана үлкен ғалымдардың автографын алып, сұрағын қойып, суретке түсіп жатады бәрі. Сол менің ана конгрестің жаңағы сессиялардың үзілістерінде. Соны ойлап қараған кезде, мына жаңа екінші әсерім менің өзіміздің еліміз үшін, Қазақстанның өкілдері үшін
енді өкініш туады. Себебі біз 15 жылдан бері осы Азияның сапа жүйесінің мүшесі болдық. 10 шақты жылдан асты басқарма мүшесі болып кіріп отырмыз сол жерге. 2 жыл мен өзім сол Азия сапа жүйесінің басқармасының төрағасы болдым. Өзіміз қалада 2018 жылы Алматыда осындай Азияның конгрессін өткіздік. Сондықтан сол әсермен, шетелде болған конгресстердің әсерімен біз осы Қазақстанда жұмыс жүргізейік деп өзіміздің стандарт.kz деген порталымыз бар, Сапалы Қазақстан. YouTube'да каналымыз бар, Instagram, Facebook, қазіргі мына әлеуметтік жүйелердің бәрінен біз ақпарат бердік. 5-6 айдың ішінде осындай конгресс болады. Осы конгрессте тақырыбы мынандай, конгресстің пленарлық отырыстары болады, жеке тақырыпқа айналған сессиялары болады. Сосын олардың мысалы алдыңғы қатарға шыққан үлкен жетістіктерге жеткен ұйымдарға сыйлықтары бар. Азия сапа ұйымының енді ол жерде бір қызық жері, мысалы мына Европаның сапа ұйымында ондай жоқ. Бөлген сервис компанияларына жеке жүлделері бар. Жалпы сапа мәселесі мен жетістіктерге жеткен өнімнің сапасына ерекше көңіл қойғандар бар. Әйтпесе сервистің сапасына. Сервис деген не кіреді? Оған туризм кіреді. Мысалы, мына сауда ұйымдары, мысалы, транспорт жүйесі, білім саласы, медицина саласы, соның бәрі мысалы сервис болып табылады ғой. Енді солардың бәріне арналған жеке-жеке бәсекелестік өткізеді, конкурс болады, соның кейін оларға жүлделері бар. Соған өкінішке орай бір компанияның, бір ұйымның, бір университеттің өкілі қызықпады. Соны біз шақырдық. Соған жаңа нелер адамдар, біздің өкілдеріміз барамыз деп қызығу білдірмеді. Соған өкінеміз. Сол бір 2-3 адам барып қатысып қайтып келдік. Ал енді былай ойлаған кезде бұл жағдайдың себебі не десек, соңғы 20 жылда мысалы үкіметтің, біздің үкімет орындарының шаралары мына сапаға, сапа мәселесіне, сапа менеджментінің дамуына бөлінген көзқарастары төмендеп кетті деп ойлаймын. 2000 жылдардың бастарында үкімет бір бағдарламалар қабылдап, мына мемлекеттік саудаға жаңа сатып алуға осы сапа жүйесінің менеджментінің енгізуі туралы міндетті болу керек. Әлгі жеңімпаздар өздерінің ISO халықаралық менеджментінің сертификаттарын көрсету керек, өздерінің сапа жүйесінің дамығанын дәлелдеу керек деген шешімдер болу керек еді. Соңғы жылдары алып тастады оны. Ондай талап жоқ қазір. Ал енді талаптан басқа жалпы, мысалы, мына өндірістің сапасын көтеру мәселелері,
мына ненің тауарлардың, Қазақстанда шығатын тауарлардың сапасын, қызметтің сапасын көтеру жөнінде тағы да не болып қалды бұл. Көңіл бөлінбей қалды үкімет орындарынан. Сондықтан мысалы былай қарап көрсеңіз, әр салада, мысалы өндіріс саласында, ауыл шаруашылық саласы, білім саласы, денсаулық сақтау саласында да бір атаулы бір бағдарлама жоқ Қазақстанда. Сол сапа мәселесіне көңіл бөлген, білімнің сапасына, жаңағы емдеу сапасына, диагностика сапасына үкімет жағынан әйтпесе, мысалы мына әртүрлі мемлекеттік ұйымдардың жағынан ешқандай белсенді бағдарламалар жоқ. Соған байланысты айта кететін болсақ, мысалы жаңағы айтып отырған Жапонияда, Қытайда, басқа мемлекеттерде әр компанияда өздерінің стратегиялық жоспарлары бар. Оның ішінде сапа мәселесі алдыңғы қатарда тұрады. Ал сапа мәселесін жеткізу ол, мысалы, кадрға байланысты. Мамандардың білімін жетілдіру, мамандардың деңгейін өсіру. Бізде ондай жоқ. Мысалы, осы мен міне 25 жыл болады, жақын арада осы сапа жүйесінің мәселелерімен айналысып жүргенімізге, осы біздің алдымен мен өзім құрған консалтинг компания болатын, кейін 2002 жылдан бері осы сапа және инновациялық ұйымның атынан неше түрлі бағдарлама жасап, неше түрлі оқуға ұсынысты жасадық. Соған алғашқы жылдары шын айту керек, былай қызығу болды. Оқу орындарынан, медицина жағынан, өндірістен, транспорттан, неден жаңағы мына газ мұнай саласынан өте көп ұсыныс болды, қызығу болды. Ал әсіресе мынау қазіргі айтатын не ковид дейміз ғой, мынау неге байланысты, эпидемияға байланысты жаңағы карантиндер болды. 20-шы жылдан 22-ші жылға сол кезде бәрі тоқтады. Енді жаңағы мемлекеттік ұйымдар, ұлттық компаниялар, жеке компаниялар, ірі компания, орта компания бәрі соны сылтау етіп, енді онлайнға көшті алдымен, қазір ода тоқтады. Сондықтан бұл енді бір қатты ойланатын жағдай. Егерде біз мемлекеттік деңгейде ұлттық сапа концепциясын қабылдамасақ, егерде сапа стратегиясын үкімет бекітпейтін болса, онда біздің осылай ең артта қалатын экономика болады. Ал енді қазір қарап отырсаңыз, біз айтамыз Қазақстанның өндірісі дейміз. Өндіріс болғанда не шығады бізде? Қазақстан мен Қытайдың арасындағы, мысалы, Ресей менен Қазақстанның арасындағы, Европа мен арасындағы сауда дамып жатыр, бәленбай пайызға өсті, бірнеше есе өсті дейміз. Сонда біздің жіберіп жатқанымыз не? Газ, мұнай, шикізат, солай. Алып жатқанымыз не біздің импортпенен сонда? Жаңағы халыққа қажетті тауарлар, құрылыс материалдар, электроника, автокөлік, сондай мысалы нелер халыққа, халықтың тұрмысына қажет заттарды біз алып жатырмыз. Істеп жатқанымыз мүмкін темір бетон, цемент шығару,
басқа да бір сондай қара жұмыс жасайтын нелер, құрылыс болғанда да ол құрылыс материалдардың көбі сантехника, мына электр жүйесі бәрі шетелден келеді. Сондықтан енді егерде біз мына үкіметтің, президенттің жолдамасы менен қайтадан айтатын болсақ, мысалы өндірісті дамыту керек. Өндірісті дамыту үшін оның сапасы керек. Соған таңғалатын, өкінетін жағдай, көп компаниялар мысалы өздерінің мысалы жұмыскерлерін, мамандарын оқытқысы келмейді. Ал енді айта келетін болсақ, кейде бір қате көзқарас туатын болады. Мысалы технология келді. Жаңа технологиялар келіп, жаңа өндіріс ашылсын. Мысалы компьютерлік жаңағы программалар бар дейміз. Бірақ оны адамсыз болмайды. Бәрін технологияны роботтарды басқаратын адам. Адамның факторы ешқашанда жойылмайды. Әрине қолмен істейтін жұмыс азаю мүмкін. Бірақ адамның интеллекті, адамның білімі, адамның басқару қабілеті ешқашанда төмендемейді. Соны біздің басшылар түсіну керек. Қазіргі жағдайда қарап көрсең, жаңағы неше түрлі биік, жақсы ғимараттар, неше түрлі жаңағы құрал сайман, жаңа форма киген қызметкерлер, жарқырап тұрған өндіріс болуы мүмкін, бірақ сапа жүйесі о жерде төмен. Жоқтың жақыны. Басқару жүйесі мүлдем жоқ деп айтуға болады. Сол өкінеді, сол өкініш туғызады. Мысалы, әр жерде, мысалы сол Жапонияның өзінде әлі күнге дейін оқыту. Енді олар әрине қазір еңбек ақы өсіп кетті, сол себептен олар көп өндірістерін басқа мемлекеттерге аударып жатыр. Қытай Халық Республикасында мысалы Жапонияның бәленбай автокөлігі шығады, электроника шығады, басқа заттар көп шығып жатыр. Басқа елдерге, мысалы Лаосқа апарып жатыр, Таиландқа апарып жатыр, Филиппинге апарып жатыр, өйткені еңбек ақы төмен, сондықтан ана шығатын өнімнің өз бағасы ондай биік болмайды. Бірақ Жапонияның өзінде жаңағыдай инновациялық технологияларды шығару, соларды ойлап шығару, соларды дамыту өте үлкен орын алып жатыр. Сондықтан бұлар жаңа интеллектуалдық жұмыстарды өздерінде қалдырып, өндірістерді сыртқа шығарып жатыр. Ал енді біздің Қазақстан теріс бағытта тұрмыз деп ойлаймын. Мына сапа мәселесінен, өндіріс мәселесінен, экономикалық даму мәселесінен, соны басқару жүйесінен енді басқаша өзгеріс болмаса, бұлай арғаратай жалғастыруға болмайды деп ойлаймын. Соны қайтадан үкіметке, үкімет орындарына, ұлттық компанияларға қайта қарайтын уақыт келді деп түсінемін.